басқа привлекать ету туралы осындай депутаттық сауал жасадым. Бірақ та әлі жауап келген жоқ. Енді біз бір айдың ішінде жауап келу керек. Бірақ та Нұржігітов Нұржан Молдиярович министр болып тағайындағанын мен енді ол президенттің шешімі, енді мен оған баға беріп комментировать етуге менің құқығым жоқ. Рахмет. Мен дәлізде күтіп отырмын. Біз сізді күтіп отырмыз ғой. Мысалы жаңағы судың құрғақшылыққа байланысты, мысалы 6 ауданда төтенше жағдай жарияланды және адамдар, сол жауапты адамдар, мысалы ешқайсысы жазаланған жоқ, тіпті өсіп кетті. Мысалы кім жауап беру керек еді? Біреу мәселе бюджетке миллиардтаған қаржы шығын келді. Ауыл шаруашылығының басқарма басшысы немесе облыс әкімінің жалпы ауыл шаруашылығына қарайтын орынбасары бұл мәселеге байланысты жауап беріп, біреу қызметтен кету керек пе еді? Мен сізге жаңа айттым ғой, мен депутаттық сауалды жасадым. Сол жерде комиссия құрып, тексеріп, жан-жақты сол кім осы төтенше жағдайға кімнің кінәсі бар, кім жауапты, соны анықтап, содан кейін осындай жауапқа тарту керек деген мен депутаттық сауалды жасадым. Енді біз жауабын күтіп отырмыз. Бірақ енді сіз енді қазір комиссия жұмыс істеп жатыр. Бірақ сіз кімнің айыпты? Енді сіз енді үлкен депутатсыз ғой, мандатыңыз бар. Бірақ сіз сараптама жасаған кезде бұл мәселеге көбірек кім айыпты? Енді мен қазір комиссия жұмысын аяқтасын, содан кейін нақты айтуға болады. Жалпы мажоритарлық сайлау жүйесі бойынша сайланған Ермат Бәпи бар, Абзал Құспан бар. Олар өткір мәселелер көтереді. Базарбек, Бақытжан Базарбек, Жамбылдан сайланып келген сіз бен Ескендір Мұхашевтың жалпы осылай бір кіпіртіктеп, қорқып жауап беруіңіз неге? Кімге тәуелдісіздер сіздер? Қашан мен қорқып жауап? Қазір сіз енді ашық ойыңызды айта алмай тұрсыз ғой. Жоқ, енді комиссия жұмыс істеп жатыр ғой. Комиссия осының жұмысын аяқтасын, содан кейін мен ол саладағы маман емеспін. Мен оған баға беруге мен құқығым жоқ. Енді мен мәселені көтердім. Комиссия құрыңдар, оның бәрін анықтандыр. Мақсат не комиссия құруда? Құрып, сол кім кінәлі, кім жауапты, соны анықтау. Соны анықтағасын уже нақты айтуға болады. Бұрынғы облыс әкімі Нұржігітов, немесе облыс әкімінің орынбасары Қанат Мәдібек, немесе ауыл шаруашылығының басқарма басшысы оған айыпты емес па? Оларды жауапқа тартуға болады. Енді комиссия қалай шешеді? Қазір олар анықтайды ғой. Или министерстводан су мәселесі бойынша комитет бар ғой. Сол жақтан қате кетті ма? Сол жақтан жауапты адамдар тактически бір ошибкалар жасады ма? Соның бәрін анықтау керек. Мен сізге жауап келгенде, сізге мен көрсетемін, нақты айтамын. Сізде бір қандай да бір қорытынды жоқ, сонда? Сіз ешқандай білмейсіз жалпы? Мен мәселені көтердім, депутаттық сауал жасадым. Сіздің өзіңіздің Жамбыл облысы бойынша біраз медициналық мекемелеріңіз бар. Жаңағы Меркіде болсын, Таразда болсын, тағы да бір қосымша медициналық мекемелер. Қазір уақытта сол мекемелеріңіздің жұмысын арттырып жатқаныңыз бюджетпен байланысты ма? Мен қазір ол мекемелерде жұмыс жасамаймын. Менде қазір сол сенімді неге доверительный управление дейміз ғой, сол берілген. Қазір қандай жағдай, қандай қаржылық жағдай, мен адамдарды мен тағайындадым. Енді оны мен білмеймін. Болмай тұрғанда басқардым. Сол кезде енді қанша жыл сол медициналық мекемені басқардыңыз? 25 жыл. 25 жыл. Жоқ, қазір 25 жыл болады мекемелерде қаңтар айында. Бірақ та мен басқарғаным где-то 20 жыл шығар. 22 жыл. Сіз айтып кеттіңіз ғой, доверительный управлениеға тастадым деп отырсыз. Енді сол мекеменің пайдасынан енді өзіңіздің отбасыңызды асырап отырсыз. Енді мен қазір тек қана жалақы алам. Басқа ешқандай менде жалақы, ешқандай не жоқ. Енді қандай қаржы, қалай не, оның барлығы ана адамдар жұмыс жасап жатыр. Мекемені дамытуға, 4 қабатты, 5 қабатты, 3 қабатты үлкен мекемені дамытуға қайдан қаражат алдыңыз?
біз ашылған кезден бастап где-то 2-3 жыл болғанда біз андай дорожный карта бизнесі бар ғой, сол несиелерді алып жүрміз. Несиелерден әлі құтылған жоқпыз. Біреу бітсе қайтадан аламыз. Өйткені медицина саласында бір неде тұрмайды ғой, мына аппараттар, жабдықтар, постоянно не олар жаңа нелер шығады, технологиялар шығады. Оның барлығын енгізу үшін әрдайым жаңарту керек сол жабдықтарды. Ол ешқашан былай не болмайды, тоқталмайды. Сол несие болмаса ол өз қаражат жетпейді. Жамбыл облысында Бозымбаев әкім болып тұрғанда сіз бірнеше Жамбыл әкімдігінен тендер алды деген сондай медицина саласын дамытуға, өзіңіздің бизнесіңізді жасатуға әкімдіктен сондай қосымша бір тендерлар алып. Жоқ, ондай болған жоқ, қосымша болған жоқ. Вот бұрынғы мемлекеттен қандай қаржыландыру алдыңыз? ешқандай қаржыландыру алған жоқ. бойынша алып жатырсыз? Осымыз болған жоқ Бозымбаев кезінде. Қазіргі уақытта. Қазір алып жатқан шығар, мен білмеймін қазір. Қандай қаржы жағдайы, қандай не. Мен қазір Астанадамын, ал мен жалақы алып, сол жалақыға тұрып Бірақ жатырмын. бизнестің құрылтайшысы кім? Құрылтайшысы менмін, бірақ доверительное управлениеға бердім. Құрылтайшысы Мен ол жерден доход, дивиденд алмаймын. Бізде не коммерческое. Жоқ, енді сіз өзіңіз енді нақты айтып Ол менің жеке істерім, ол депутаттық неге жұмысыма ешқандай несі жоқ. Сіз енді құрылтайшысы болсаңыз, қандай да бір ақпарат енді осы жерде біліп отырсыз ғой, қадағалап отырсыз. Енді осы МС бойынша кімге Мадина, сізге бір мәлімет керек болса, сол мекемеге барып, сол жерден алуға мен ұсынамын. Мен қазір білмеймін, мен сізге айтып жатырмын, қандай жағдай. Менің қазір жұмысым өте көп. Мен оған кірісіп, осы мен алып жатқан жоқпын. Олар алып жатса, сол мекемеден мәлімет алуға болады. Мекемеңіз Мен енді білмеймін, мен қазір кіріспеймін, мен білмеймін. Ол менің депутаттық жұмысыма қатысты сұрақтарға мен жауап беруге дайынмын. Жақсы, осы жақында Жамбыл облысында жаздың күні болдыңыз ғой, қай өңірлерді араладыңыз, нені көтердіңіз? Барлық 7 ауданда мен болдым. Мен сайланған 7 ауданда ауылдарды араладым, барлық мәселе тұрғындармен кездестім. Мәселелер көтерілген мәселелерді барлығын осы жерде қазір көтеріп, министрліктің алдында қазір көтеріп, барлығын жұмыс жасап жатырмыз. Нәрселер бар ма? Қазір мен нақты шешілген мәселелер бар, бірақ та нақты керек болса мен жазбаша түрде сізге. Шығып қоңырау шалып жатыр ма? Вот мына әлеуметтік желілерде былай да мен барып тұрғанда өңірге, сол жерде де маған шығып тексеріп. Енді оны 7-8 ай болды ғой, 3 ай біз жұмыс жасадық, 4 ай, 4-5 ай. Қазір нақты айта алмаймын. Қазір мен бір нені цифраны айтсам, ол нақты болмаса не болды? Ой, көп қатысты, көп. Осы 4-5 айда где-то 100-ін арты бер, Жамбыл облысы. Мен соның арасында шешілген бар ма? Шешілген бар. Ол мәлімет керек болса, мен жазбаша түрде сізге мәліметті берейін.